борщтың осындай дәмді жасау жолдарын көрсетемін. Ассалаумағалейкум қыздар, бізде бүгін борщ. Етімді қойып қойдым. Енді қазір борщ жасаймыз. Қыздар, бізге керек 6 картоп, 1 жуа, 1 сәбіз, 2 қызылша және 40 қабат. Қуыратын заттарды дайындап аламыз. Жуаны осылай тураймыз. Және табаға май құйып, жуамызды саламыз. Ол қуырғанша сәбізді теркадан өткіземіз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Олар қуырғанша дейін қызылшаны теркадан өткіземіз. Міне қыздар, дайын, оны қазір саламыз. Тұзын мен бұрышын саламыз, жақсылап араластырамыз. Қыздар, мен 1 томат қасық салдым және су құйдым. Астын ақырынға қойып бұқтырамыз. Оған дейін картошкамызды тураймыз. Қырық қабатымызды тураймыз. Қыздар, етіміз пісті. Етімізді ыдысқа салып аламыз. Сорпасын жақсылап тұрып тазартып алу керек. Міне қыздар, осылай болды. Оны енді астын сөндіреміз. Сорпамыздың астын қаттырақ қоямыз. Қайнатып, оған лавр жапырағын саламыз, яғни лавровый лист. Міне қыздар, капуста мен картопты осылай турап алдық, яғни 40 қабатты. Міне сорпа қайнады, енді 40 қабатты саламыз. Және картопты саламыз. Қыздар, мен тойымды болу үшін және қоюлану үшін біз күріш саламыз. 1 кесе күрішке жартысын асырабай. Оған дейін етті тураймыз, олар қайнағанша дейін. Біздің ет 3 сағат қайнаған ет, жұмсақ әрі күшті болып пісті. Қыздар, міне қайнады, пісті. Енді бұқтырғанды саламыз. Қыздар, міне жақсылап тұрып араластырамыз. Етімізді саламыз. 1-2 минутқа қоямыз. Табанын астын сөндіріп. Міне дайын болды. Ас болсын қыздар. Міне осылай дайын болды. Үстіне майонез салдым.